Саламатсыңдар ма балалар? Дүниетану сабағы. Жанды табиғат бөлімі. Бірінші сабақ. Тақырыбы жер бетіндегі климат неге тәуелді? Сен түрлі климат дегеннің не екенін, климаттың қандай түрлері болатынын білесің. Сен түрлі климаттық белдеулердің өзіне тән ерекшелігін анықтауды үйренесің. Балалар, естеріңде болса, екінші сыныпта сен ауа райы туралы білдің. Ауа райын алдын ала болжау не үшін қажет? Ойланып көріңдер. Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Ауа райын алдын ала болжау күнделікті тұрмыс-тіршілікке өте маңызды. Мысалы, ұшақтың ұшуына, көліктердің жол жүруіне, егінжайлардың жайқалып өсуіне ауа райын алдын ала болжау өте маңызды. Тіпті сенің мектепке барып келу үшін де ауа райын алдын ала болжап отырған жөн. Ол үшін бізге арнайы хабарландырулар келіп отырады. Жарайсыңдар. Ауа райы жыл мезгілімен және табиғат жағдайымен байланысты. Мысалы, қиыр солтүстіктің қысы қатаң, жазы салқын. Оңтүстіктің шөл даласында қыста да, жазда да жоғары температура сақталады. Осындай жыл бойына жүйелі қайталанатын ауа райының ауысуын климат деп атайды. Ғалымдар ғаламшарымызда бірнеше климаттық белдеулердің бар екенін дәлелдеді. Олардың әрқайсысы өзіне тән жер бедерімен, ауа райының ерекшелігімен, өсімдіктер мен жануарлар әлемінің өзгешелігімен сипатталады екен. Дүниежүзілік климат картасына мұқият қара. Естеріңде болса балалар, біз географиялық картамен танысқанбыз. Міне алдарыңа климаттық карта ұсынып отыр. Мұқият қараңдар. Климаттық белдеулердің орналасуын біліп алыңдар. Қою көк түс берілген, жасыл түс, сары түс. Сары түс экваторлық тропиктік белдеулер. Жасыл түс қоңыржай, қою көк түс полярлық белдеу болып саналады екен. Қазақстан аумағы қоңыржай климаттық белдеуде орналасқан. Бұл белдеуде жылдың 4 мезгілі жаз, күз, қыс, көктем айқын бөлінеді. Ойлап қараңдаршы балалар, сонда жаз, күз, қыс, көктем айқын білінбейтін белдеулер де бар деп ойлаймыз осыдан, иә? Сондықтан қоңыржай климаттық белдеудің өсімдіктері мен жануарлар дүниесі әр алуан болады. Олай болса, суретке қара. Қоңыржай климаттық белдеуде қандай жануарлар кездесетінін анықта. Олардың аттарын атап шық. Тропиктік және экваторлық климаттың ерекшелігі оның қысы жылы, жазы ыстық болады. Жауын-шашынның түсу мөлшері олардың теңізден алыс жақындығына байланысты. Бұл климаттық белдеулердің жануарлары мен жергілікті табиғат жағдайында бейімделген. Яғни, орман тоғайлы, таулы немесе шөл далалы болуы мүмкін. Ал полярлық белдеудің өсімдіктері мен жануарлар туралы әңгімелеп көр. Солтүстік бұғысы, ағаю, ақ түлкі, қасқыр. Неге ағаю, неге ақ түлкі? Неге солтүстік бұғысы мен қасқыр қоңыр? Ойланып көреміз. Өз жауабымызды ұсынамыз. Ал балалар, жер бетінің климаты неге байланысты екен? Иә, жарайсыңдар. Ауа райы, жыл мезгілі және табиғат жағдайымен өте байланысты екен. Климаттың қандай түрлері болатынын білдің?
Біздің ғалымдар бірнеше климаттық белдеуге бөлді дедік қой. Қандай белдеуге бөлді екен? Иә, дұрыс айтасыңдар. Экваторлық, тропиктік, қоңыржай және полярлық белдеу деп бөлген екен. Ал Қазақстан қандай климаттық белдеуде орналасқан? Жарайсыңдар. Қазақстан қоңыржай климаттық белдеуде орналасқан. Олай болса, балалар, үй жұмысы 6-7 бетпен танысу. Экваторлық және тропиктік белдеу деген не? Жауап іздеп көр. Егер жауап тапқан болсаң, немесе таба алмасаң, келесі сабақта осы сұраққа жауап іздейтін боламыз. Жарайсыңдар балалар. Бүгін сендер сабаққа белсенді қатысты деген ойдамын. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.